Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін аяқтағы, қолдағы грибокты қалай емдеуге болатынын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қолдың тырнағындағы грибокты емдеу үшін кофені қою қылып шығарыңыз да тұнбасына саусақтарыңызды салыңыз. Шөкпелерді шайқамай салғаныңыз дұрыс. Бұл әдіс аяқтағы грибокты да жақсы емдейді. Өкшедегі қалыңдап мүйізделе бастаған теріні жұмсартады. Күнде кешке қайталап тұрсаңыз, теріңіз жұмсарып, ауырғаны басылады. Сонымен тағы да бір тәсіл, майонездің 200 граммдық банкасына уксустың эссенциясын құйып, оған жұмыртқаны қабығымен салып қойыңыз. Стаканның қабырғаларына тимесін. Қараңғы жерде жұмыртқа толығымен еріп кеткенше тұрсын. Еріп болғаннан кейінгі жұқа пленканы алып тастаңыз. Ендігі жерде даяр болған ерітіндіге бір шай қасық сары май қосып араластырсаңыз, қоймалжыңыз май аласыз. Алынған жақпа майды басқа ыдысқа ауыстырып алсаңыз болады. Ертесіне ерте және кешке бүлінген тырнақтарыңызға жағып тұрғаныңыз дұрыс. Ол үшін ауру аяғыңыз немесе қолыңызды жақсылап булауға салып, шым-шым ыстық су болсын. Булауғыңыздан артынша құрғақ сүлгімен кептіре сүртіңіз де жақпа майды жағыңыз. Тырнағыңыз болса 4 қабат дәкеге жағылған майды қойыңыз тырнақтың үстіне. Майды жағып болған соң сыртынан целлофан, оның үстінен бинтпен орап тастаңыз. Тырнақ жұмсарып көтерілген кезде дәз кеткен жерлерін қырқып тастаңыз. Грибоктың залалы бар тырнақ пен терінің тез жазылып кетуіне бірден бір ем. Сонымен үшінші тәсіл, сүт дегеннің бір түбірін 2-3 литр қайнаған суға салып, ыдысын жылы орап 2 сағатқа қалдырыңыз. Грибогі бар аяғыңызды немесе қолыңызды шым-шым ыстық тұнбада 30-40 минут ұстаңыз. 2 күн сайын қайталап отырғаныңыз жөн. Көшкен терілерді ақырындап тазалаңыз. Достар, осымен видеоның соңына да келіп жеттік. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.